Олы мақсаттарды өзінің алдына олы халық қана қоя алады. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қазақ жері өткен ғасырда латын әліпбиін қолданудан ешқандай қағажу көрген жоқ. Керісінше, өркениетке апарар қадамдардың бастауында болды. Сондықтан бүгінде латынға қайта оралудың терең мәні бар. Оның басты мақсаты мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру және тілдің болашағына сенімді нығайту болып отыр. Жаңа бастама тіліміздің бәсекеге қабілеттілігін арттырып, қолдану аясын кеңейте түсетіні анық. Өйткені бұл қазіргі заманғы технологиялық ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ 21 ғасырдағы ғылыми және білім беру үрдістерінің ерекшеліктерімен байланысты. Латын графикасы арқылы біз әлемдік ақпараттық кеңістікке кіреміз. Бұл үлкен жетістік және бұның тарихи мәні өте жоғары. Латын графикасы прогреске, озат технологияға, өркениетке жол ашады және жаһандық процеспен тығыз байланысты. Қазіргі таңда елдердің 70-80% латын графикасын пайдаланады. Сондықтан ақпараттық жүйелер арқылы басқа елдер біздің мәдениетімізбен, біздің тарихымызбен, біздің дәстүрімізбен еркін танысады. Қазақ әлдеқашан тілінде қандай дыбыстар бар екенін айырған. Әр дыбысқа белгілеп таңба арнаған. Оқуымызға онымыз жақсы, жазуымызға тағы жақсы. Үйрету жағынан орыстікінен, немістікінен, француздікінен, ағылшындікінен оңай, оңтайлы. Ахмет Байтұрсынұлы. Тіл ғалымдарының пікірінше, латынға өту Қазақстанның өзге мемлекеттермен экономика, қаржы, сауда және басқа да бағыттар бойынша бәсекелестігін күшейтіп, инновациялық болашаққа қадам жасауына серпін болады. Жаңа әліпбиге көшу сондай-ақ халықтың мәдени-рухани жаңғыруына жол салмақ. Бұл орайда лингвистер ғана емес, еліміздің сан түрлі саласында еңбектеніп жүрген азаматтары да айтылған пікірлермен келісуде. Мен негізі компьютерлік графикалар жасаған кезде, ол осыдан бір 8 жыл бұрын осы латын әліппесін қолдандым. Оны қолданған себебім тек қана қазақтар емес, басқа ұлт өкілдері оны еркін түсіну үшін, оқи алу үшін. Өйткені көбінесе жаңағы жейдешелерді сатып алатын жас балалар, ол шетелде оқыған азаматтарда. Сондықтан да олар кез келген ұлт өкілі соны оқысын деп ойладым. Дулат Үсенбаев, қазақ өнерін шетелге танытсам дейтін жандардың бірі. Қылғаламды қолына алып сурет салуды сергеткен ол, латын әліпбиіне көшуді бірден қолдағандардың қатарында. Қазақтың бейнелеу өнерінің ортасында біте қайнап жүрген дизайнердің пікірінше, жаңа бастама заманның талабы. Негізі дизайнер ретінде айтатын болсам, екеуін салыстырып көрсек, кириллица мен латиницаның. Латиницаның 2000 жылдық тарихы бар. Қазіргі біз көріп отқан кириллицамыз ол 300 жылдық тарихы бар. Негізі ғаламтордан да қарасақ, шрифттарды іздесек, латиницада кез келген шрифт табуға болады. Ал кириллица болса, кириллицаның шрифттері жоқтың қасы. Сондықтан да көп дизайнерлерден мысалы үшін сұрасаңыз, кириллица немесе латиница десеңіз, бәрі латиница дейді. Өйткені ол ұтымдырақ көрінеді, әдемірек көрінеді. Өнер халық тарихының шежіресі. Сөз, әуен, қолөнер адам өмірінің сан ғасырлық тарихынан көптеген нәрсені көрсетіп, алуан түрлі сыр шертеді. Қазақ халқының басынан өткен сан қилы замандар, оның тіршілігімен дағдарысы, салт дәстүрі, санасы, өмір сүрген ортасы, әдет-ғұрп арқылы ұлттық өнер ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, болашақ үшін тарих сахнасына айналды. Ал латын графикасына көшу мамандардың пікірінше дәл осындай көрініс тапқан төл мәдениетімізді әлемге танытуда оң ықпалын тигізбек. Мәдениет ұлттың бет бейнесі, рухани болмысы, ақыл ойы, парасаты. Өркениетті ұлт ең алдымен тарихымен, мәдениетімен, ұлтын ұлықтаған ұлы тұлғаларымен, әлемдік мәдениеттің алтын қорына қосқан үлкенді кішілі үлесімен мақтанады. Сөйтіп, тек өзінің төл мәдениет арқылы ғана басқаларға танылады. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев.